Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін 2 қаңтар 2024 жыл. Барлықтарыңызды келіп жеткен 2024 жылмен құттықтаймын. Бүгінгі менің айтқым келгені жылу жүйесіне кіріп кеткен ауаны қалай шығаруға болады. Яғни батареяның ішіне кіріп кеткен ауаны қалай шығаруға болады. Сосын жылу жүйесіне су құйған кезде суды қалай құямыз, сол туралы айтқым келіп тұр. Егерде білмеген болсаңыздар, осы видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қарап, мұқият тыңдап шығуларыңызды сұраймын. Сосын егерде сіздер менің YouTube каналыма әлде болса жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басып отырыңыздар. Сонымен ең бірінші бәрін басынан бастап айтқым келіп тұр. Біздер 2020 жылы үй салдыртып бастадық. 2023 жылдың қараша айының бас жағында үйдің жылуын қостық, яғни котелді жақтық. Бірақ үйдің іші жылыған жоқ, яғни жылу жүйесі дұрыс жұмыс жасамай. Үйдің іші жылыған жоқ. Кейбір бөлмелердің батареялары ортасына дейін жылыды, кейбір бөлмелердің батареялары тіпті жылығанда жоқ. Сосын бұл үйдің жылу жүйесі 2 трубалы, мынандай, яғни подача обратка, вот секілік труба. Үйдің мына жақтағы бөлмелердің подачасы мен обраткасы қысқа, тек 2 бөлмеге барады. Біреу мына жердегі бөлме, яғни мына бөлменің ар жағындағы бөлме, содан кейін туалет, ваннаға барады. Ал мына жақтағы подача мен обратка ұзын. Мына бөлме коридор енді кішкентай, сосын ар жағында кішкентай бөлме, одан кейін былай қарата бұрылады, тағы да бір кішкентай бөлме, одан кейін кухня, яғни ас бөлме. Түсінгеніңіздей, мына жақтың подачасы мен обраткасы қысқа, мына жақтікі ұзын. Мына бөлмелердің, яғни подачасы мен обраткасы қысқа бөлмелердің несі батареясының ортасына дейін жылыды. Енді ортасына дейін жылығанда жоғарғы жағы жанып тұрды, қол тигізбей, одан кейін сәл мұздайлау, одан кейін тағы да мұздайлау, одан кейін тағы да мұздайлау. Астыңғы жағы бөлменің температурасын ұстап тұрды. Ал подачасы мен обраткасы ұзын жақ, яғни мына бөлмелер 3-4 бөлменің тек қана батареясының жоғар жағы ғана ысып тұрды. Батареяның төмен жақтары уже мына жерден бастап бөлменің температурасын ұстап тұрды. Сосын барлық бөлменің несі подачасы ысып тұрды. Мына жерге дейін қол тигізбейді. Солай болып тұрды. Ал обраткасы мұздай болып тұрды. Темірдің температурасы болып тұрды. Мына жақтікі, яғни подачасы мен обраткасы қысқа жақтың несі обраткасы енді қан жылымнан кішкене жылылау болды. Түсінгеніңіздей осындай нәрселер болды біздерде. Енді ол барлық адамға түсінікті. Ненің жылу жүйесінің бойында ауа бар деген сөз. Біздің батареяларымыздың несінде жан жағында мына нелері бар. Бұрайтын нәрсе, енді атын ұмытып қалып тұрмын, ауа шығаратын нәрсе. Осыларды қолдандық, біраз қолдандық, бір күн ба, тіпті бірнеше сағат деп айта қояйын. Бірнеше сағат осы нәрселермен жағаластық. Мына нәрсе арқылы ауа шығардық, бірақ
пайда болған жоқ. Яғни түсінгеніңіздей барлық бөлмеден осы нәрсе арқылы ауа шығардық. Өкінішке орай, бірақ бұдан пайда болған жоқ. Қазір енді видеоны котелға барып жалғастыратын болам. Барлық айтатын нәрсемдің барлығын сол жерде айтатын боламын. Сонымен котелға келіп отырмын. Жаңағы айтқанда жылу жүйесіне ауа кіріп кеткен болса, батареяда тұрған ауа шығаратын нәрселерден пайда жоқ. Бұл бір. Екіншіден, мынандай обраткіде тұрған неден де пайда болмай қалады. Насостан да пайда болмай қалады. Енді жылу жүйесін сумен толтырар кезде қалай сумен толтыруға болмайды? Сол туралы айтқым келіп тұр. Жалпы көп адамдар, оның ішінде мен де бармын, тағы да басқа адамдар бар. Күн салқындаған кезде котелді, яғни котел қосатын кезде жылу жүйеге суды қалай құямыз? Мен енді осы уақытқа дейін, жалпы мен емес, мен танитын адамдардың барлығы солай су құйып келді. Мына бачок арқылы жылу жүйесіне су құямыз, яғни расширительный бачок арқылы. Мен осы күнге дейін жалпы байқамай келіппін. Сол нәрсені мен осы жақыннан бастап байқадым. Яғни біздің істеп жүргеніміздің барлығы қате екен. Қандай қатенік жасап жүрміз? Біздер расширительный бачок арқылы жылу жүйесіне су құйған кезде сумен бірге жылу жүйесіне ауа кіріп кетеді екен. Расширительный бачок арқылы су құйып отырған кезде, егерде байқаған болсаңыздар, бүлк деген дыбыс шығады. Сол ауа екен. Яғни түсінгендеріңізде жылу жүйесіне сумен бірге ауада кіреді екен. Түсінгеніңіздей осылай. Расширительный бачок арқылы жылу жүйесін сумен толтыруға болмайды. Бұл қате нәрсе екен. Енді жылу жүйесіне ауа кірмеу үшін суды жылу жүйесіне қалай құямыз? Яғни қалай жылу жүйесін сумен толтырамыз? Суды мынандай обраткідегі сливной кран арқылы құямыз. Ол үшін әртүрлі насостар қолдануымызға болады. Мысал үшін біздер құдыққа салатын насос қолдандық. Құдыққа насос салдық и шланга арқылы мына сливной кран арқылы жылу жүйесін толтырдық. Бірінші, егерде сіздің жылу жүйеңізге ауа кіріп кеткен болса, сливной не арқылы, мына кран арқылы суды төкпейсіңіздер. Төгудің қажеті жоқ. Мына сливной кран арқылы дополнительно су құясыңыздар. Сол кезде расширительный бачок тасиды, кәдімгідей ауа шығады. Әртүрлі дыбыстар шығады, енді ауа шыққан дыбыстар шығады, су тасиды. Где-то бір 5 минуттай, 10 минуттай суды жаңағы не арқылы құямыз? Сливной кран арқылы. Сол кезде ауа шығады. Сосын басқа анандай кәдімгі үйге қарай су тартатын мощный насосыңыз болатын болса, яғни құдықтан үйге қарай су тартатын, кәдімгі 30 метр, 40 метрге дейін су тартатын насосыңыз болса, сол насосты қолданғаныңыз жақсы болады. Егерде үйіңіздің несі кішкене қиындау болатын болса, яғни жылу жүйесінің конструкциясы қиындау болатын болса, сол насосты қолданғандарыңыз жақсы. Түсінгеніңіздей, бүгінгі айтқым келгені осы. Бұл информация жалпы көп адамдарға пайдалы болды деп ойлаймын. Егерде пайдалы болды деп ойласаңыздар, міндетті түрде видеоға лайк басыңыздар.
Сосын өздеріңіздің ойларыңызды комментарийға жазып отырсаңыздар болады. Сосын міндетті түрде видеоны достарыңызбен немесе тағы да басқа адамдармен WhatsApp арқылы немесе тағы да басқа әлеуметтік желілер арқылы таратып бөлісіп отыруларыңызды сұраймын. Сосын міндетті түрде YouTube каналыма жазылып қоңыраушаны басып отырыңыздар. Сонымен келесі видеода кездескенше.